зайырлы қоғамда діни білім берудің өзекті мәселелерін талқылап, біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты университет, медресе, колледждердің білім беру жүйесін дамыту, кемел адам, толық адам концепциясын ұсынып жүрміз. Соның өзегі ол ихсан. Яғни бұл рухани тазалық. Әлемде діни тұрақсыздық, немесе дін өкілдерінің арасындағы алауыздық, діни қақтығыстар, мысалға, соның бір факторы ретінде қарауға болады, діннің атынан сөйлеуді. Өйткені кейбір жағдайда біз сауатсыздықтан, немесе сол қоғамдағы, сол елдегі, сол мемлекеттегі дінге қатысты заңдарды білмей, ескермей, әрбір тұлға, немесе топ, немесе жаңағыдай бір орталықтар діннің атынан сөйлеп, кейде қателікке ұрынса, оның артына көп адамдар еруі мүмкін. Ол алауыздық қалып келеді. Ислам дінінің қара шаңырағы ол Қазақстан мұсылман діни басқармасы. Бұл жерде бір ғана маман емес қой. Бұл жерде қараңыз, 7000-нің үстінде маманы бар. Қазіргі таңда бірлік ауадай қажет. Оның үстіне дін саласында Қазақстан мұсылман діни басқармасы осы қазақ қоғамындағы, ол бүгін ғана емес, тәуелсіздік алған жылдардан бері осы діни саладағы тұрақтылықты қамтамасыз етуде, дұрыс діни бағытты қоғамға нұсқауда негізгі қара шаңырақ, негізгі бағдаршам.